Hey, йоу, бәріңізге достар, мен Қуаныш. Бүгін мен өзім қолымнан жасап жатқан қамшымды көрсетемін. Мен осы уақытқа дейін талай қамшы жасадым. Оның бәрі бұзылды да. Бірақ мен қазір точно бұзылмайтын істедім. И оны мен ауылға барам да тоқимын. Бүкіл жерін тоқимын, міне. Андай қамшы, мынау қазір трос болып тұр, міне. Трос қой, мынау қазір ішінде трос бар, мынау сырты резина. Короче, сондай ремен ғой почти. И мына таяқ кәдімгі. И мына жерін былай, мына жерге дейін тоқимын, міне. И мына жерден тоқимын, міне. И мына жерден бүйтсем деген ойым болып тұр. Мына жерден бастап былай. Или мына андай күйдірем да басын. И бүйтіп мынаға кигізіп, бүйтіп өріп, сегіздікпен төрт бұрышты қылдырып, мына жерге дейін өріп, ары қарай дәл сегіздікпен бүйтіп орап жіберсем бе екен деп тұрмын да, иә. Или солай бүйтіп, жан жаққа бүйтіп домалақ қылдырып, шашатып, бүйтіп шашақ қылдырып ше, былай. И сосын бүйтіп пришпен орап тастасам. Тоқып та тоже бүйтіп. Сол кезде мынау қамшы көз алдарыңда. Прямо мынау трос қой. Бұл трос болғандықтан, короче, бұл уже көкпар қамшы болып кетеді ғой. И және бұл қамшы міне, мен досымның бір асау аты бар. Соны үйрету үшін жасап жүрмін. Қазір мен ағаштың мынандай нелері болады, сондай қайшымен кесіп тастаймын. Мен бірге болыңыздар, неше түрлі влогтар саламын. Атқа мінеміз, футболға барамыз. Шап sevgilim hatası edeyim. Қараңдар, сендерге сенбесеңдер мен көрсетейін. Міне мынаның іші трос, міне. Көрдіңдер ме? Короче, давай достар, егер келесі видеода мүмкін осыны ары қарай тағы далада отырып па істеуім мүмкін. Короче, сендермен бірге болған мен Қуаныш. Бәріңе давай.